Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен бірге 2 ингредиенттен тұратын балмұздақ жасаймыз. Сондықтан осы видеоны соңына дейін қара. Ең алдымен біздің осы тақтайымыздың үстіне пакет не болмаса пленканы төсейміз. Содан кейін біздің бананымызды аршып, осылай тураймыз. Банан таңдаған кезде осылай өте жақсы піскен бананды таңдасаңыздар, балмұздақтарыңыз өте тәтті болып шығады. Туралған банандарды морозилкаға 2 сағатқа қойып қоямыз. Енді біздің ыдысымызға бананымызды және қатырылған жеміс-жидектеріміздің барлығын салып, блендерден өткіземіз. Осымен біздің жасаған балмұздағымыз дайын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Шын мәнісінде балмұздағымыз өте дәмді болып шыққан. Сіздер де қатырып жасасаңыздар да болады. Не болмаса дәл осы күйінде жей берсеңіздер тіпті жақсы.